Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, құрметті әріптестер. Менің есімім Жайлау Айдос Кенжебайұлы. Арал қаласы номер 71 орта мектепте физика пәні мұғалімі болып жұмыс жасаймын. Жалпы менің сіздерге ұсынатын бүгінгі видео сабағымда қашықтан оқыту барысында балаларға тәжірибені жасап көрсету, яғни қолмен жасағандай әсер қалдырады деп ойлаймын. Бізде бұл сабақты түсіндіру барысында, қашықтан оқыту барысында экспериментті жасауда Алгоду приложениесі бізге өте көп көмектеседі деп ойлаймын. Яғни біз бұл жерде барлық тәжірибелер жасауға арналған құрылғылар немесе қажетті приборларды оңай қолдана аламыз. Яғни бізде мына жерде қарап отырсаңыздар, кез келген тікбұрыш, домалақ және тағы да басқа пішінді приборкалар жасай аламыз. Және әрі қарай бізде оптикаға байланысты линзалар берілген. Осындай өзінің бірнеше артықшылықтары бар. Және енді біз әрі қарай белгілі бір тақырыпқа тәжірибе жасап көрейік. Яғни біз 7-ші сыныптағы Архимед заңына байланысты денелердің жүзу шарттары. Ол үшін бізге бір төртбұрышты ыдыс аламыз. Тіктөртбұрышты. Одан біз қалағанымызша өзімізге қажетті көлемде тіктөртбұрышты алатын боламыз. Және бұл жерде бізде өзі периметрлер арнайы көрсетіліп тұрады. Енді осы тіктөртбұрыштан біз мынау өшіргіш арқылы бір ыдыс жасайтын боламыз. Яғни ыдысымызды жасаймыз, өшіргішпен қиып, шеттерін бауы. Ыдысымыз дайын болды. Енді бізде шеңбер арқылы белгілі бір көлемде шеңберді қиып аламыз. Және бұл тінтуірдің оң жағын басқан кезде бізде жалпы біраз функциялар бар. Сол функциялардың ішінде осы шеңберімізді суға айналдыру функциясы берілген. Яғни шеңберіміз суға айналды. Енді осы сабақ жалғастыратын болсақ, жаңағы суымыз ыдыстың ішіне дәл осылай құйылады. Яғни құйылғанын көріп тұрмыз. Енді біз әрі қарай осы денеге батырылатын шеңбермен 3 бірдей денені алатын боламыз. Яғни біз көшіп 3 денені бірдей аламыз. Және осы 3 дененің әртүрлі тектен жасауға болады. Яғни материалдарын әртүрлі аламыз. Мысалға, бірінші денені ағаш қылып алайық, ал екінші денені тас қылып аламыз, үшінші денені мұз қылып алсақ болады. Яғни бізде өзінің әрқайсы мына жерде бізде тығыздықтары көрсетілді. Мысалға, мұздың тығыздығы, массасы және тастың да бізде ағаштың да дәл сондай көрсетілген. Енді біз осы 3 денемізді суға батырайық, салайық. Бізден екі денемізде бірден ағаш болып кеткен секілді, қазір материалын біз мұзға айналдыратын боламыз. Неге көріп тұрғандарыңыздай 3 денемізде суға салынды, бірақ 3 дене барлығы бірдей батқан жоқ. Не себепті? Мысалға, осы жерде оқушыларға сұрақ қойсақ болады. Яғни бізде себебі тастың тығыздығы судың тығыздығынан жоғары, яғни үлкен. Сондықтан ол ыдыс түбіне батып тұр. Ал мұздығы суменен қарайлас. Судан кіші үлкен емес, бірақ екеуі тең шама. Ал ағаштың тығыздығы бізде судың тығыздығынан аз болғандықтан оның ағаштың су бетіне қатып шығуы сол тығыздығының аздығына байланысты болады екен.